Қазақтың алғашқы опера әншісі Күләш Байсейітованың үстінен арыз жазған алтау кім? Армысыздары, құрметті көрермен, менің есімім Байсақ Нұржан Елубайұлы болады. Мен 19 жыл қазақ тілі әдебиетінен, орыс мектебі және ағылшын мектептерінен сабақ беріп келемін. Сол сияқты 2008 жылдан бастап 2019 жылға дейін өздеріңізге белгілі Жұлдыздар отбасы журналының Астана қаласындағы штаттан тыс тілшісі болдым. Менің телеарнамда бүгіннен бастап сіздер енді осы газет журналдарда, сол сияқты кітаптарда оқыған менің ең қызықты деген ақпараттарыммен бөлісемін, солармен таныса аласыздар. Сонымен бүгінгі санымыз Күләш Байсейітоваға арналады. Қанабек Байсейітов, яғни Күләш Байсейітованың жолдасының естелігіне көңіл аударайық. Күләш екеуміз 25 жыл отастық. Күләшпен танысуыма Айтбек себепші болды дейді. Мен алғашқы кезде аға ретінде сыйлап жүрді, өйткені 7 жас кішілігі бар еді. Титтей нәрсеге бола қуана салатын, оны қуанту оңайдың оңай еді. Ренжи қалса, реніш көпке ұзамайтын, кек сақтап қатып қалу дегенді білмейтін. 1929 жылы Күләштің ағасы Айтбек қызмет бабымен Қарақолға ауысып кетті. Қолы бос кездерде қазақ драма театрының ойындарын менімен бірге барып көріп жүрді. Қай спектакль екен есінде қалмапты. Бір спектакльде екеуміз қатар отырып көріп отырғанбыз. Қалай көзім түскенін қайдам, бір кезде Күләшқа қарасам, сахнадағы актермен ілесіп ойнап отыр. Сол жолы Жұматқа бір өтірік айттым. Ал Жұмат дегеніміз сол театрдың сол кездегі Жұмат Шанин директор болатын. Айтбек сізге мүмкіндігі болса, Күләшті театрға алсын деп еді, дедім. Өйткені Айтбек екеуінің жақсы сыйласатынын білетінмін. Солай айлығына 36 сом белгілеп, ең төменгі ставкамен Күләшті театрға алды. Ол күнгі Күләштің қуанышында шек болмады. Ешкім міндеттемесе де ұнаған рөлдерін жаттап алып қайта айта жүретін, әдейі де жаттамайтын, әншейін есінде қалатын, еріну, шаршау дегеніңді білмейтін. Оның демалысы сахнаға шығу сияқтанатын. Бір күні ойда жоқ нәрсеге тап болып, қатты қысылған жағдайымыз болды. Ертесі Жұмат Шаниннің «Шахта» деген пьесасын қоятын едік. Афишаға жазылған, жұртқа хабарланған. Күтпеген жерден сол спектакльдегі Зейнеп деген қыздың рөлінде ойнайтын Жанбикенің тамағы ауырып, дауысы қырылдап қалды. Оның ертең ойнай алмайтыны айдан анық. Кімді ойнатамыз? Енді қайттық, деп бәрімізден бұрын Жұмат Шанин қатты састы. Сол кезде күтпеген жерден Күләш: «Мен ойнайыншы аға», деді Жұматқа. Сөзін білесің бе? Білем. Мизенсценасын білесің бе? Білем. Бәрімізде Күләшқа тосырқап қарадық. Аң-таңбыз. Ондайда әдетте біреуге міндеттеп, сен ойна десең, сөзін білмеймін деп бәлсініп, өлгенше тулайтын. Сонымен ол ойнап шығады. Және де олар қатты қорқатыны себебі ол кезде әр спектакльге басшылардың барлығы келеді екен. Ойнап шығады, және де өте сәтті ойнап шығады. Спектакль біткен соң бәріміз де Күләшті жабыла құттықтады. Қуаныштан өзі де ойынды көруге келген шешесі деп жылап жіберді. Күләштің күннен күнге бедел алып келе жатуы кейбір актрисаларға ұнамады. Бұрыннан басты рөлді ойнап, атақ беделдің дәмін татып қалғандары кейде қиянат сөздерге де барып жүрді. Қыз болған соң бәрің соны қолдайсыңдар, жеке мақсаттарың бар деген сыбыстар шықты. Жалпы Күләш бұрында кейін КСРО халық әртісі атанып, 2 рет КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты болған соң да ауырдым деп, анау-мынау деп ешқашан жарияланып қойған спектакльді болдырмай тастаған емес. Күләш екеуміз 1933 жылы көктемінде 20 қыркүйекте үйлендік. Отбасында өте кішіпейіл болды. КСРО халық әртісі атағын алып, бедел даңқы дәуірлеп тұрған кезде де еденді өзі сүртіп, кірді өзі жуды. 1939-40 жылдары дауысы нағыз өз кульминациясын тапты. Екеуміз үйленгеннен кейін 2-3 айдан соң көкем қайтыс болды. Балам Алдабек Күләштің қолына 5-тен асқанда келді.
ол мұны мама деп кетті. Біз де оны алда деп еркелетіп өсірдік. Күләш жоқтан өзгеге тарылмайтын, ұсақ түйек әңгімелерге ермейтін, өмірінде 3 құрсақ көтерді. Олардың ешбірінен Алдабекті алалаған емес. Күләш кейін Қазақ КСР жоғарғы кеңесінен депутат болып, КСР халық әртіс атанып, 2 рет мемлекеттік сыйлық алып, сол мемлекеттік сыйлықтар беретін комитетке мүше кездерінде де кішіпейілділігіне қылау түсірмеді. Әңгіменің шыны керегі, оның даңқы өскен сайын мені кемсітуге тырысушылар шыға бастады. Сонда менің беделімді қорғап, басқалардан бұрын Күләштің өзі қарсы тұратын. 1957 жылы көктемде Құрманғазы атындағы ұлт аспаптар оркестрімен бірге Күләш шетелге барады деген әңгіме шықты. Күләш бір күні үйге көңілсіз келді. Әншейін жаралы аңдай сүйретіліп, есіктен әрең кірді. «Қана, құрдым, я погибла» деді. «Не боп қалды?» «Қытайға бармайтын болдым. Үстімнен арыз түсіпті. 6 адам қол қойғаны көрінеді. Арақ ішеді, гуляет» депті. «Мұндай масқараны көргенше өлгенім артық. Өлгенім жақсы ғой, қана» деді. Соңында бұлай көз жұмады. Ваннаның қасына жетіп, жақтауына сүйенген күйі отыр дейді. Құламапты. Тірі адамдай сүйеніп қана отыр екен. Отырған қалпы мәңгі ұйықтап кетіпті. Содан кейін мен жаңағы 6 адамның есімін іздедім осы журналдың ішінен. Олардың 5-еуін таптым, алайда 6-шы адамның фамилиясын таба алмадым. Жаңағы 5 адамның фамилиясını атаған ол Қарлығаш Байсейітова, Күләш Байсейітованың қызы. Олар мыналар дейді. Олар Қаукен Кенжетаев, әйелі Шабал Бейсекова, Байғали Досымжанов, ағайынды Ришат және Мүслім Абдуллиндер екен. 6-шы адамды әлі таба алмай жүрміз дейді. Мыңда бір рахмет. Егер қызық болса, болашақта қызықты ақпаратты бірінші естігілеріңіз келсе, қоңырауды басып, менің каналыма жазылып қойыңыздар.